есебімізді шығарайық. Міне бізде күрделі формада тұрған бөлшектерді алдымен жеңіл түрге ауыстырып алайық. Қарапайым түрге біз білеміз. Алдындағы есептерді есептеп үйрендік. Енді бірден жазып ауыстырып кесе береміз. 5,5-тен 1. Яғни 5 көбейтілген 5 қосылған 1 бөлінген 5 болады 25, 26 қосындысы бөлінген 5. Екінші дәл сол сияқты 1/100-ден 17. Бұл 1 көбейтілген 100 қосылған 17 бөлінген 100. Асты өзгермейді дедіген. 117 бөлінген 100. Үшінші 3/10-9. 3 көбейтілген 10 қосылған 9 бөлінген 10. Сонда 39 бөлінген 10. Енді екінші. Екінші не істейміз? Мұнаның бәрін дұрыстап жазып алайық. Біз мына жерде x-мызды ұмытып кетіппіз. Соны жазып қойын қасына. X тең. Мына жерде көбейтілген x бар. Және x. Енді қараңыздар. 5,5-тен 1 орнына 26 бөлінген 5-ті қоямыз. Мынау ең басты біздің бөлшек сызығымыз. Астында 117x бөлінген 100. Тең 8 бөлінген, басты сызық 39 бөлінген 10. Енді осы жерде біз алдыңғы сабақтарда қарастырмаған бір затты қарастырамыз. Ол мынау бөлшектің үстіндегі сандар. Мысалы, астында айттық қой, астындағы 100 үстіне шығып кетеді. Ал үстіндегісі қалай болады? 26 астына түсіп кете ма, немесе 5 түсе ма? Қалай жасаймыз деп осыны түсінейік, бірге шығарайық. Міне, бұлай болады. Мынау бөлшектің үстіндегі бөлшек, үстіңгісі осында қалады, астындағысы астына түседі. Яғни астына ұқсап біз керісінше аударып жібере алмаймыз. Яғни қараңыздар, енді басты бөлшек тұр ғой. Енді мына 26 бөлінген 5, 26-сы қалады үстінде, ал астындағы 5 бөлшектің астына түсіп кетеді. 5 болып кетеді. Қазір есепті мынаны жазып көрейік, сол кезде түсінетін боласыздар. Міне 26, 5 астына түсіп кетеді дедік. 117-міз тұра береді. 117x, ал 100 үстіне шығады, көбейту 100 болады. Міне, ешқандай қиындық жоқ. Ал 8, міне 39 тұра береді, ал астындағы 10 үстіне шығады. Мынаны 5-ті астына деп көрсетіп қояйық. Міне, ешқандай қиындық жоқ. Енді x-ті бөлшектің үстіне шығаруымыз керек. Ол үшін теңдіктің арғы бетіне өткіземіз. Сонда 26 көбейтілген 100 көбейтілген 39 бөлінген 5 көбейту 117 көбейту 8 көбейту 10 тең x деп жазсақ болады. Міне, ары қарай шығарамыз. X тен 26-ны біз 13 көбейтілген 2 деп жазайық. 100-ді 20 көбейтілген 5 деп жазайық. 39-ды 39 деп жазамыз. Ал 5 тұра береді. 117 дегеніміз 39-ды 3-ке көбейткенде 117 шығады. Сонда 39 көбейту 3 деп жазайық. Және 8-ді 4 көбейту 2 немесе 4 көбейту 2. Мына жерде 20-мызды біз 4 көбейтілген 5 деп жазайық. 10-ды 5 көбейтілген 2 деп жазайық. Ал енді қысқартамыз. 39 және 39, 1 5 пен 1 5, 4 пен 4, 2 мен 2, мына 5 пен мына 5. Сонда бізде қалады мына 3-міз қалады, мына 2-міз қалады. Жоғарысында 13, астында
3 көбейтілген 2 6 қалады. Міне біздің есебіміздің жауабы осы. 13 бөлінген 6. Немесе бұны дұрыс бөлшектеріне жазсақ 2,6-дан 1. Жағында 1 қалдық қалады. 12 және ары қарай 13 болу үшін 1 қалдық. Міне біздің есебіміздің жауабы осы. Ешқандай қиындығы жоқ. Дәл осы сияқты тағы бір есеп шығарайық. Міне мынау біздің келесі есебіміз. Ал бастадық 3,4 пен 4,5-ті бөлшектерге келтіріп алайық. 3,4-ті 34 бөлінген 10 деп жазсақ болады. Алдыңғы сабақта үйрендік. Мынау қазір 3,4 дегеніміз 34 бөлінген 10. Сонда 34-ті біз 17 көбейтілген 2, 10-ды 5 көбейтілген 2 деп, мына екілер қысқартсақ болады. 17 бөлінген 5, 17 дегеніміз 3,5-тен 2, яғни 3 бар 15, ары қарай 2 қалдығы. Екінші 4,5, оны 45 бөлінген 10 деп жазсақ болады. 45-ті 5 көбейтілген 9, 10-ды 5 көбейтілген 2 десек болады. 5 пен 5 қысқарады, 9 бөлінген 2, 9 2-ке бөлсек 4 және 1 қалдық бар. Немесе бізге керегі негізі мынау дұрыс емес түрі, осыны қолданамыз. Ал ары қарай есебімізді шығарайық. Екінші 3,4 орнына 17 бөлінген 5. Мынау басты сызық бөлшектің 9 тең 17x бөлінген 9 бөлінген 2. 9 бөлінген 2. Міне, ары қарай қалай шығарамыз? Мынаны біз алдыңғы есептегідей 17-сі осы үстінде қалады, ал 5 астына түседі. Ал жазайық. Сонда болады бізде. Қазір мынаны қасымызға жақындатып алайық. 17 астында 9 тұра береді және 5 астына түседі. Астына түседі деп айттық мұны. Ал мына жерде қалай болады? 17x бөлінген 9, ал мына 2 жоғарыға шығып кетеді. Сонда көбейту 2. Міне. Енді мынау x-імізді ғана қалдырып, қалған сандардың бәрін бір жаққа өткізейік. 17 астына жазайық, 9 көбейтілген 5, астында 9 үстіне көбейтіп жібереміз, 17-ні 2-ні астына жібереміз, сонда тең x. Ал x-тен 17-ні сол күйінше 9-ды 9 деп жазайық. 9 көбейтілген 17 көбейтілген 5 көбейтілген 2. 9 мен 9, 17 мен 17-ні қысқаратамыз, сонда 1 бөлінген 10 қалады. Біздің x-іміздің жауабы осы. Ешқандай қиындығы жоқ. Тағы бір есепті шығарайық. Міне келесі есепті жаздым. Осы есепті шығарайық. Бірінші әдеттегідей мынау бүтін сандарымызды бөлшек түрге келтіріп аламыз. Ал кеттік. 0,7. 0,7 дейміз, 7 бөлінген 10. Екінші 9,5 дегеніміз 95 бөлінген 10. 95-ті 5-ні көбейтіндісі қылып жазатын болсақ, 95-ті 5-ке бөлетін болсақ, бізде 19, 19 көбейтілген 5, ал астын 5 көбейтілген 2 деп жазсақ болады. Сонда 5 пен 5 қысқарады, 19 бөлінген 2 болады. 19-ға 2-ге бөлсек, 9,2-ден 1 қалдық, осындай болады. Негізі бізге керегі мынау, мен сіздерге практика болсын деп ары қарай мынаны жазып кетіп жатырмын. Келесі 1,9 дегеніміз 19 бөлінген 10. Бұны бүтін жазып кете салайық практика үшін. 1,9. Ал кеттік. Келесі не істейміз?
Келесі сандарды орнына қоямыз. Екінші қадамымыз біздің 21 астына 0,7 x орнына, мына жерде x-іміз бар екен, x қалдырып кетпейік, 7 x бөлінген 10 тең бөлшек 9,5 бізде 19 бөлінген 2 шықты. 19 бөлінген 2, ал астында 19 бөлінген 10. Енді арқарай осыны шығарамыз. 21, мына жерге қайттан көрсетіп кетейін. Мына 10 үстіне шығып кетеді. Мына 2-міз астына түседі, мына 10 үстіне шығады. 19 қала береді бөлшектің үстінде. Ал мына 21 бөлінген 7x, а 10 төбесіне шығып кетеді, көбейтілген 10 тең. Төбесіне 19 тұра береді, 2 астына түсіп кетеді, астындағы 19 тұра береді, 10 астындағы 10 үстіне шығып кетеді. Мына жерде сразу 19-ар қысқарып тастайық. Сонда енді x-ті теңдеудің арғы бетіне өткізейік, себебі мына жерде бөлімнің астында тұр, бізге бөлімнің үстінде керек. Бөлім үстінде болса, тез есебіміз шығады. Ол үшін мына 21 көбейтілген 10, мынау 2-міз үстіне шығып кетеді, бөлінді 7 көбейтілген мына 10-мыз астына жібереміз, тең x болады. Сонда x тең, мына жерден қысқартасақ болады, 10 мен 10, 21 7 көбейтілген 3, 7 көбейтілген 3, көбейтілген 2, бөлінген 7. Сонда 7 мен 7 қысқарады, 3-ті 2-ге көбейтсек 6. Біздің жауабымыз x тең 6. Өте оңай шықты.